Достар, бізде бүгін мындай қуаныш, үйімізде пополнение болып жатыр. Жұмыстан келіп, үй киім, тіпті жұмыс киімін шешпестен бұрын, мал жақта бір қарап келейінші, күйеуім бүгін жұмыста ғой деп шауып барсам, бір Құдай маған жүрегіме салғандай. Сиырларды бір қарадым, қойларға басым түсіп бүйтіп бұрылып қалсам, қарасам Қошақан шығып келе жатыр ғой. Бай, аппақ қар, күн болса сықырлап тұр, 25 градус аяз. Не істеймін? Күйеуіме телефонды алып, өзім үйге қарай жүгіріп келе жатырмын ғой, енді киімді шешейін, жұмыс киімін деп. Қошақан туған деп, не ал дейсің, енді кіргізшей дейді ол. Сонымен не керек, үйге келіп киімді, жұмыс киімді бәрін лақтырып, жау киімді киіп алып, жаман қолғапты киіп алып, үйден атып шығып, ескі құсқы бір шөберектерді тауып алып шаптым. Бардым да қарда уже туып тастаған жерде жатыр, жалап жатыр екен. Барлығы аң-таң болып жатыр. Енді бірінші Қошақан ғой биылғы. Қойлардың бәрі иіскелеп жатыр. Шауып алып, орап алдым да ішке кіргіздім ғой. Қойды енді анау тоқты ғой, бірінші туып тұрған. Кірмейді ғой, Қошақанның артынан ермейді. Не істеймін? Алдында Қошақанды бірінші кіргізіп тастадым да, қойлардың бәрін бірге айдап, бірге тоқырлатып кіргізіп қойдым ғой. Содан көрші аға келіп, екеуміз ажыратып, жылы орынға жатқыздық. Бірақ Қошақан тонып жатыр, әрі қарадым, бері қарадым. Не керек? Үйге кіргізіп, фенмен кептіріп, үстін жарты сағаттай, сосын шешесінің қасына қайтып апардым. Міне қараңыз, енді тұрып, аяғын басып, шешесін еміп тұр ғой.